Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысал. Қарға мен түлкі. Бір түйір ірімшікті тауып алып, ағашқа қарға қонды ұшып барып, тоқ санап, ірімшігін көңіліне жей қоймай отыр еді ойға қалып. Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысал. Қартайған арыстан. Қартайып арыстанның әлі кетті, айбынды жұрт қорқатын сәні кетті, бетіне жас келмейтін уақыттар артынан бір қарамай бәрі кетті. Аяқта дәрмен қалды жүрелік аттым, қарттық жас емесін көрелік ақ, түс түсіп тұрмақ мұқап, қайрап кетті жайып артының шатын өлелік ақ. Апаны жерге келді. Ыстық кезінде көлге барып су ішейін деп келеді өгіз. Сонан кейін бақа оны көріп, ол өгіздей боламын дейді. Сонда бақа өзінің көршісіне барып, сол өгіздей боламын деп өте көп су ішіп алады. Содан кейін өгізіне бір кезде көршісіне барады. Содан кейін көршісі айтады: сен неге көп су іштің дейді. Мен сол өгіздей боламын дейді. Ахмет Байтұрсынұлы маймыл мен көзілдірік. Маймыл қартайып көзі нашар көреді. Ол көзілдірік кигісі келіп, дұрыс қолдана алмайды. Сосын ол киген көзілдіріктің бәрін сындырып тастайды. Мағынасы адам затты дұрыс қолданбағанын затты кінәлайды. Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысал. Шымшық пен көгершін. Өлеңде шымшық пен көгершіннің мінездерін салыстырады. Көгершін өзін әдемі санап мақтанады. Ал шымшық қарапайым бір ақылды білімді болады. Өз күнін өзі көріп жүрген шымшықтың әрекеті ақыр соңында дұрыс болады. Ахмет Байтұрсынұлы есек пен бұлбұл. Бұл мысалда әдемі әншіп айтқан бұлбұл мен естіген түсінбейтін нәрсе туралы айтылған. Есек бұлбұлдың әдемі әнін түсінбей оны сынайды. Өнердің әдемілігін түсіну үшін білім қажет. Надан қанша жақсы зат болса да оны жақсы бағаламайды.